Ассалаумағалейкум құрметті ағайын, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Сонымен біз бұл жерде қазақ халқының тарихы жайлы, оның ішінде қазақ хандарының атасы Шыңғыс ханның тарихы, оның жүріп өткен жолы және ата бабасының шежіресі жайлы айтатын боламыз. Бұл жерде Шыңғыс ханды айтатын себебіміз Шыңғыс ханның тарихымен бірге біз қазақтың көптеген ру тайпаларының тарихын, шежіресін біліп жатамыз. Осы тарихта айтып жатқан кезде, яғни Шыңғыс хан қазақ халқының тікелей хан екенін көруге болады. Сонымен Шыңғыс ханның өткен тақырыпта біз айтқан болатынбыз. Шыңғыс ханның арғы аталары Домбағұл Соқыр менен Табын Баян Мерген, олар санау Қоралас руының басшысы Қоралдай Мергеннің асқан сұлу қызы Албангүлді айттырып, яғни осы тұлғалардан 5 ұл болған, яғни Бұғанатай, Бегунатай, одан кейін Табын Баян менен Албангүл екеуі үйленгеннен кейін Табын Баян ерте қайтыс болып, Албангүл әмеңгерлік жолы менен Домбағұл Соқырға үйленеді. Домбағұл Соқырдан 3 ұл болады, яғни Қатағы Бұқа, Саржығұт және Бөтен Сары. Яғни осы 5 ұлдан кәдімгідей 5 рулы ел тарайды. Қатағандар ұлы жүздің құрамындағы, Саржығыттар, Саржомарт Найманның құрамындағы және Қият руы. Қияттар өте көп, саны көп, және қияттар бел алып бүкіл қазақ ру тайпаларының белді руларына айналады. Яғни Бөтен Сардан тарайтын Қият руы. Енді бүгінгі күні біз Шыңғыс ханның әкесі Жасығай Баһадүр менен шешесі Бұлғын Аппа жайлы айтатын боламыз. Әкесі Жасығай Баһадүр Қият руынан, оны бәріміз білеміз. Қият Бөртегін руынан, Бөртекті орысша Рашид ад-Динді аудармасында Бөртектіні волкоподобный деп аударған, яғни тура дұрыс, аудармасы дұрыс. Яғни Бөртекті ешқандай бүржіген емес, Бөртектілер, яғни волкоподобный аудармасы дұрыс. Яғни Қият Бөртектілер, Бөртегіндер. Шыңғыс ханның әкесінің руы. Бірақ та кейін Шыңғыс хан өзінің балаларына, немерелеріне жаңадан бір руды ашады. Ол төре руы. Төре руы бүгінгі күнге шейін бар қазақтың құрамында. Шыңғыс ханның тікелей балаларының, яғни өткен тақырыпта айтқанбыз, Шыңғыс хан тікелей балалары Жошы, Шағатай, Үкітай, Төле, Құлқан және Байдар. Байдар деп жатады тарихи деректерде, Айдар яғни. Осы 6 ұлынан тараған ұрпақтың бәрі өздерін кім деп санайды? Төреміз деп санайды. Бірақ та тарихи оқиғаларға байланысты төре атауы бүгінгі күні Жошының ұрпақтарында қалып отыр. Оның ішінде Керей мен Жәнібектің, қазақ хандарының атасы Керей мен Жәнібек, Абылай, Абылхайыр хандар, яғни Барақ сұлтандар, яғни осы кісілердің ұрпақтары бүгінгі күні қазақтың құрамында бар. Яғни Жошының ұрпақтары. Жасығай Баһадүрді тағы басқа деректерде Есугей деп жазады, немесе Ясугай деп жазады. Біз Атамәлік Жұбайнидың кітабы арқылы айтып отырмыз. Атамәлік Жұбайниді Жасығай деп жазылып тұр. Яғни Атамәлік Жұбайни таза қазақи нақышта жазғанын көріп отырмыз. Себебі қазақтар жоқ дейді, басқа кейбір түркі халықтары жоқ дейді, немесе қазақтар жар дейді, басқа түркі халықтары яр дейді, немесе жасауылды ясауыл деп. Сол сияқты осы Жасығай атауы бұрмаланып Есугей, Ясугей деп жазылып кеткен. Дұрысы Жасығай Баһадүр. Жасығай Баһадүрден 5 ұлдары болады, 2 әйелі және ұлдары, қыздары. Шыңғыс хан осы Жасығай Баһадүрдің 2-ші ұлы. 1-ші ұлы Бектер, 2-ші ұлы Жасығай. Шыңғыс хан Теміршін азанатып қойған аты. Теміршіннен кейін Қайсар,
Қайсардан кейін Белгітай, одан кейін Қабыршын, Қабыршыннан кейін Тәмеке, Отшығын, яғни ең кішісі, кенжесі Тәмекен Отшығын және қыздары болған. Шыңғыс ханның шешесі Бұлғын апа, кәдімгідей Болған апаның кесенесі бар. Болған апа кесенесі бүгінгі Ұлытау облысында, бұрын Жезқазған облысы деп аталған. Және де сол жерде Болған апаның үлкен ұлы, екінші ұлы Шыңғыс хан да сол жерде жерленген. Ол Алаша хан мазары деп аталады. Бүкіл алаштардың ханы. Кейін сол жерде Жошы хан мазары дейді. Жошы хан да жерленген. Және де Шыңғыс ханның әйелі Меркіттің қызы Күлән қатын кесенесі де сол жерде. Яғни негізі Ұлытау бүкіл қазақ халқының, қазақ хандарының, қазақ халқының өте бір тарихи, этнографиялық жері, тарихи жері кәдімгідей. Ол жерді біз біліп жүруіміз керек. Сонымен Бұлғын апамыз Қоңырат руынан, қазақтың Қоңырат руынан Болған ападан Болған апаның балаларын Теміршін, Қайсар, Қабыршын және Тәмеке. Осылар Бектер мен Белгітай ол бірінші әйелі, Жасығайдың бірінші әйелінен туған ұлдары. Яғни ал Жасығайдың өзінің әкесі Бартан Бахадүр, Жасығайдың атасы Қабыл хан деген кісі болған. Бүкіл ежелгі қазақтың ру тайпаларына хан болған кісі. Яғни ежелдің қазақтың ру тайпалары ол кезде қара татар немесе мұғыл татар деп аталған. Яғни осы ру тайпаларға хан болған кісі Қабыл хан. Қабыл ханның әкесі Түмбеней хан, Түмбенейде хан болған кісі осы мұғыл татарларға, қара татарларға, яғни ежелгі қазақтың ру тайпаларына. Түмбеней ханның әкесі Қайдауда хан болған, яғни Шыңғыс хан санау арғы аталарынан бастап хандық билік, хандық жүргізген адамдар, яғни. Сол себепті Шыңғыс хан да ежелгі қазақтың ру тайпаларын 1206 жылы біріктіріп, соларға хан болды. Кейін оны ұлғайтып, кәдімгідей үлкен империя, көшпелі империя құрды, яғни ежелгі қазақтың ру тайпаларынан құралған. Анау Қытай қорғанынан бастап Қара теңізге дейінгі жерлерді жайлап жатқан ежелгі қазақтың ру тайпаларын бәрін бір ұлысқа біріктірген адам. Сонымен әке шешесі, Шыңғыс ханның әке шешесі кәдімгі өзіміздің қазақтың руларынан тараған кісілер. Қият Жасығай Бахадүр менен Қоңырат Бұлғын апа. Рахмет тыңдағандарыңызға. Келесі кездескенше.